Ағайынды Жүгінісовтер өздерінің тыңдармандарымен қауышпақ, алайда олар белгілі бір жерге шақырып жатқан жоқ. Керісінше, жігіттердің өздері барады. Оны алға қойған мақсаттарынан ақ байқауға болады. Жалпы негізі біздің қойған мақсатымыз бүкіл Қазақстанды аралау. Гастрольдік сапарға жігіттер мамыр айының 6 күні аттанады. Астаналық әншілер алдымен өздеріне жақын қаладан бастамақ. Бірінші негізі Көкшетау қаласынан бастаймыз деп шештік. Өйткені біздің Астанамызға да өте жақын, Астана мен Көкшетаудың аралығының жолдары да өте жақсы. Ары қарай олар бүкіл елді араламақ. Мұндай идеяны жігіттерге тыңдармандары салыпты. Біздің тыңдармандарымыз жалпы әрбір қалада бар екен. Ақтөбеден, Ақтаудан, Орал қаласынан, шығыс жақтан бізді көп сұрап жатыр. Бізге қашан келесіздер, бәрі кәдімгідей бірінен соң бірі. Осылайша жігіттер әрбір қаланы аралауды қолға алды. Айтпақшы, бұл олардың жақсы жаңалықтарының соңы емес. Тағы да жақсы жаңалықтарымыз бар. Жаңа әніміз шықты. Бізге өзіміздің Лұқпан ағамыз сыйлады. Ол әнге сөзін Айжан Қырықбай және Мұнайдар Балмолда деген ағамыз қосылып жазып, уақыт деп шештік. Ағайынды Жүгінісовтердің қоржынында 15-ке жуық ән бар, ал әрқайсысының да жеке орындауындағы әндері де жетерлік. Сондықтан кештен жақсы әсер алып қайтатыныңыз сөзсіз. Егер сіздің қалаңызға мына жігіттер бара қалса, концертінен қапы қалмаңыз.